Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте пайдалы әрі витаминге бай салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен капустамызды осылай жіңішке етіп турап аламыз. Оның үстінен дәміне қарай тұзымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналымда бұдан да көп рецептер бар. Міндетті түрде мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Енді сәбізімізді үккіштен өткізіп, оның үстінен қызылшамызды саламыз. Дәміне қарай өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерін қоссаңыздар да болады. Енді майымызды қыздырып, үстінен құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Салатымызға қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Құрамы небәрі 3-ақ заттан тұратын, өте пайдалы әрі гемоглобинді көтеретін осындай салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса парақшаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.